Құмар ойынға құныққан адам қоғамнан біртіндеп ажырап, өзгелермен байланыс орнату, тілдесу, тұлға ретінде даму секілді адами қасиеттерден ажырай бастайды. Лудомания, яғни ойынға тәуелділіктің дүние жүзінде ауру ретінде қарастырылып, осыған байланысты арнайы медициналық терминнің де енгізілуі тегін емес. Дұрыс айтасың. Тағат, біле білсең, бәс тігетіндер өздерін ауру деп санамайды, және осыған тәуелділік бар екенін мойындамайды. Біздің қазір студиямызда көмек орталығының басшысы бар. Сізді әңгімеге тартайықшы. Аман мырза, ассалаумағалейкум. Сонымен қатар Аман мырза, қателеспесем, Азамат мырза да, Саян мырза да сіздің орталығыңызда ем алған жандар. Қалайша келді, жалпы сізге осындай лудомания дерті бар, яғни тәуелділік бар адамдар қалай келеді? Зарина ханым айтпақшы, отбасысы хабарласама бірінші, өздері келе ма? Қалай іздеп тауып, кімдерді қабылдайсыз? 60% ақпарат бойынша осы лудомандар екен, көмек орталығының? Қазір көп лудомандар, игромандар көп. Біріншіден енді балалар өздері, игромандар өздері келмейді. Кім хабарласады? Басқа тәуелді адамдар келмейді өздері. Основной әйелі, шешесі, қарыз көп, білмейді не істеуге, ауылға апарып көрді, ана істеп көрді, мына істеп көрді, келеді. Одан кейін бізде өзіміздің бағдарламалар қабылдайтын. Азамат пен Саянды кім алып келді сізге? Әке шешесі, біз алдына туысқандармен жұмыс жасаймыз. Біз біраз жұмыс жасаймыз. Олар үйретеміз, тәртіппен қалай баламен сөйлесу керек, қалай оны орталыққа алып келу керек. Потому что олар мен өзім білем, ертең мен өзім шешем, мен өзім тастаймын, анау-мынау деп, уақыт көп кетіп қалады. Ертең тағы 1 миллион, тағы 2 миллион. Осы жерде тағы айтып өтейік. Көрермендеріміз міне естіп жатсыз. Қазір редакторларымыз айтып жатыр. Көп деп хабарласып жатыр осы мәселе бойынша. Біріншіден не істеу керек? Ата-анасы өзі күшпен алып келмей, ақпарат алу керек орталықтан. Қалай, қандай алгоритм бойынша жұмыс істеу керек, тілдесіп. Содан кейін не істейді? Келісім шарт бар ма? Не істейді? Не үшін бірінші ата-аналар келуі керек? Потому что былай болады, бала ойнайды, отбасы, бәрі жанұясы құтқаруға кіреді. Ананың қарыз алады, төлейді, жабады. Мына жерден, ана жақтан, әкесінен, қаржылай көмек көрсетуге тырысады. Олар құтқарушы болып кіріп кетеді. Бұл жерде созависимый, былайша Зарина ханым айтты. Отбасымен бірге ойнайды дейсіз ғой. Отбасылық ауру болып кетеді. Барлығы ойынға кіріп кетеді. Ананы артына жүгіру сезімдер өзгереді. Бәрі жаман сезімдер болады, ұрыс болады. Біріншіден ата-аналар келеді, біз олармен жұмыс жасаймыз. Олардың қайтадан кішкене өзін қалпына келтіру. Аман аға, сөзіңіз аузыңызда ебетпеңіз. Негіз сіздің де өзіңіздің атыңыз, орталықтың аты да көмек көрсетіпсіз. Көп жігіттердің аман қалуына, осы ойыннан септігіңіз тигізіп жүр екенсіз. Сұхбатымыз міндетті түрде жалғастырамыз, Лунара. Қазір көрермен бар дейді, тағы да тілдесіп алсақ. Қосып көрейік, тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен қайпақтан хабарласып тұрғанда айтпасыз сізге. Айтпай қойыңыз, мәселеңізбен бөліссеңіз болады. Мен аманжан кісіні көріп, көмектен тұрып, жетекшісін көріп, қуанып тұрмын. Өзімнің оқиғамды айтқым келіп тұр. Менің жолдасым осы көмектен түріне осыдан 5 ай бұрын келген болатын. Сол жақта қазір аман көмектен түрде үлкен рахметімді айтқым келеді. Ешқашан үміттеріңізді үзбеңіздер, бұл ойынды қоймайды деген ондайларында үмітіңізді. Бұның барлығы қойылады, естеледі. Осы кісілердің арқасында мен жолдасымды өзім басқаша көрдім да, емделген, шамалы өзгерістер болған соң бәрін айтайын дедім, кішкене толқып тұрмын да, көзімнен жас келіп. Біз сіз үшін өте қуаныштымыз. Осы орайда Лунара көрермендерге де айта кетсек болатын сияқты. Егер өкінішке қарай дейікші, сіздердің де араларыңызда осындай жандар болса, емделуге болады. Студия қонақтары да отыр. Міне дәл қазір хабарласқан көрермен де соған нақты ақпарат айтуда. Ары қарай Аман аға сізбен сұхбатты жалғастырсақ. Сізді емдеп жатқан міне көрермендер де хабарласып жатыр. Сіз негізі бүгін толықтай нақты ақпарат берсеңіздер, көптеген жанға көмек берер едіңіз. Азамат мырза, толтыру. Мен мысалға жаңағы көп балаларға айтардым, қазір мысалға жастар жылғы, қазір құрдымға кетіп, көп балалар ажырасып та жатыр осы тұрғыда. Мысалға көп үйінде ата-анасында жоғалтып жатыр осы тұрғыда, осы ойын тұрғысында. Сол балаларға айтарым, қазір мынау естеріңізді жинап, бар кезде барынды бағалап, өзі-өзіңмен жұмыс жасауға, осы көмекке келуін, көмектен көмек сұрауын, мен қазір осы бағдарламаның сәтін пайдаланып шақырам. Өйткені өзім жақсы балалар, менен де кішкентай балалар бар даже.
олар қазір өмірдің мәнін білмейді ғой. Өйткені мен қазір өзім мынау көмектен шыққаннан кейін өмірге деген құштарлығым артып жатыр. Даже менің қазір өзім жауапкершілікті ата-анама бұрын жүктеп қоятын болсам, сол жауапкершілікті өзім алып кішкентайдан бастасам да қазір қуанамын өзім үшін. Азамат, айтыңызшы, енді сіз енді осы жолмен жүріп өттіңіз ғой, бұл үлкен тәжірибе. Осы көмек орталығында болашақта қызмет атқарып, көмектесу жоспар, ой? Әрине қазір менің сол көмек центрде өзім ерікті болып жұмыс жасап жатырмын. Сол өзіме қойған мақсат бар, арман бар. Сол мақсатқа жетем. Осы көмек центрде жоспар бар, 2 жыл осы көмек центрде пока что дей. Өйткені мен алда не болатынын білмеймін. Өйткені біз бүгінмен өмір сүреміз. Мақсат сол. Жалпы бұл жағдайға кімдер тап болатынын айта кетсек, және үзіліс уақытында сөйлестік қой Азамат. Сипаттама бар ма? Общий бір портрет. Азамат мырзамен сөйлестік, ол кісі де айтып отыр. Мен психологпен балалық шағымдағы жан жарақатым бойынша жұмыс істедім дейді. Соны шешіп алсам, мына жақтағы проблема шешіледі. Екіншіден, отбасыдағы жағдайға көп нәрсе байланысты. Бірінші, жалғыздық. Адам өзін жалғыз сезінген кезде, ол ойын ойнайды да, өзін жақсы сезінеді. Ол үйде ешкім емес, ешкім оны құрметтемейді, ал ол ойын барысында ол өзін қаһарман сезінеді. Екіншіден, ерлі зайыптыларға қатысты менде сондай клиенттер бар. Ерлі зайыптылар бір-бірінің алдындағы жұбайлық парызын да орындау керек. Мысалы, төсек қатынасы кезінде бақыт гормоны бөлінеді. Ал әйел мен ер адам төсекте жараспаса, ол бақыт гормонын ойыннан алады. Қарапайымнан басталады, тілдесіп, сырласса, бір-бірінің эмоциясын білетін болады. Осындай себептері өте көп. Және менде мынандай бір жағдай бар, қараңыздар, біз не үшін бүкіл отбасы мүшелерін қабылдаймыз. Менде бір әйел клиент келді, 2 баласы да ойын ойнайды, 90 миллионға кіріп кеткен, үйінде машинасын бәрін сатқан. Көп айлық жұмыс барысында психоанализ өте әділ жұмыс. Ол шынайы ойын айта білсе, результат көреді. Сол әйел айтып отыр, өзі жетті, сол ойға өзі жетті. Негізі ойын құмар мен балаларым емес, мен өзіммін ғой дейді. Мен ғой оларды қаржыландырып отырған. Лунара, негізі сұхбат өте белсенді жүріп жатыр. Сенде сұрақтардың көп екенін де білем, десе де тағы да бір шырылдап хабарласқан ана бар екен. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Алло, сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды тыңдауға дайынбыз. Естіліп тұр ма? Бізде техникалық ақаулық болып жатқан сияқты. Рұқсат. Қазір эфирдің сыртында да қазірде айтып отырмыз ғой, көбінесе мына балалардан, жастардан басталып отыр. Оның үшін енді психологтар өз тарапынан айтып жатыр, психология тарапынан. Енді мен осы бағдарлама мемлекеттік орган ретінде жалғыз келіп отырған адам сияқтымын. Және мемлекет тарапынан жасалынып жатқан істер туралы айтқым келіп отыр бұл жерде. Өйткені қазір психолог мамандар айтып отырғандай жастармен жұмыс істеу керек. Мысалға қаржылық мониторинг агенттігінің өзі қазіргі уақытта былтырдан бастап, былтырғы оқу жылында парламенттен арнайы заңды қорғап, білім министрлігі арқылы мектептердің жоғарғы сыныптарына және колледждер мен университеттің 1-2 курстарына қаржылық сауаттылық, қаржылық қауіпсіздік деп аталатын арнайы пәндер енгізіп, сол пәндер бойынша біздің экономикалық тергеу қызметінің мамандары келіп кәдімгідей дәріс, лекция өткізіп жатыр. Бұл деген қазіргі уақытта ақпараттың қол жетімділігі, одан кейін қолдарындағы, мысалға жастардың қолдарындағы гаджеттердің арқасында түрлі ақпаратқа біз кейде бақыламай қаламыз, яғни ата-аналар бақылау жүргізе алмайды. Сондай ақпаратқа ілігіп, одан кейін барып осындай құмар ойындарға бәс тігіп жататындар көп. Біз енді қазіргі уақытта өз тарапымыздан түрлі кейстерді көріп отырмыз. Және бір айтарымыз, осы бағдарламаны пайдалана отырып бір айтарымыз, құмар ойындарға, ойын нүктелеріне, заңсыз ойын нүктелерін ұйымдастырғаны үшін де жауапкершілік бар. Және бұл ойындарды ұйымдастыру үшін орын, яғни кейбір кездері біз көріп жатқан кейстеріміздің ішінде, тіпті квартиралардың ішінде арнайы пәтерлер барып жалға алып, сол пәтерді жалға берген азаматтың өзі де жауапқа тартылуы мүмкін. Осыны ескергеніміз жөн. Өйткені оның барлығысы заңда жазылған. Ойын туралы бизнес заңда тек қана Қазақстан территориясында 2 жерде ғана осындай құмар ойындарды ұйымдастыруға болады. Оның өзі бір түрлері бар. Онымен қоса лицензиясы болу керек. Мына дүкендердің қаланың өзіңіз айтпақшы, дүкендердің көбісінде тұрған неше түрлі автоматтардың барлығысы біреу заңсыз, біреу заңды емес
тек қана бір фирма бар, яғни бір ұйым бар, соған ғана рұқсат етілген. Қазіргі уақытта құзыретті орган, яғни Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі осыны бақылайды. Лицензиясы сол компанияда ғана бар, атаулы автоматик. Басқалары солардың көшірмесін жасап, түрлерін, түстерін қойып жатады. Олардың барлығы заңсыз. Әлбек мырза, біз осы тақырыпқа байланысты бірнеше минуттардан кейін арнайы тоқталатын боламыз. Ал дәл қазір ақш-тың құмар ойындар проблемаларымен күрес жөніндегі қауымдастығының зерттеуіне сүйенетін болсақ, әлемдегі көптеген қала тұрғындарының аяқ астынан қылмыскерлерге айналуы 60% болса, маскүнемдікке айналу 34%, нашақорлыққа салыну 32%-ді көрсетеді дейді. Ойын құмар болуы 40%-ға дейін жетсе, демек адам құмар ойынға әп-сәтте тәуелді болып кету керек, тәуелді болып кете алады дегенді меңзейді. Осы орайда Бақтыгүл ханыммен және психологты да сұхбатқа тартқым келіп отыр. Бақтыгүл ханым, сіз айтыңызшы, дәл осы ақпаратқа қатысты келісесіз бе? Айтарыңыз болса, тыңдауға дайынбыз. Бұл статистикаға сүйенсек, мына ақпаратты мен оқығамын, әрине. Енді расымен, бұл енді Америкада бірінші орында осы құмарлық. Өйткені оның тұрғындарының 60-65% осындай құмар ойын емес, жалпы осындай ойындарға кіреді екен. Букмекерлік нелер бар, кеңселер бар, бір рет болсын барып көргендер екен. Одан кейін барып Австралия дейді, Австрияда, Швецияда дейді, біздің емес. Мен жаңа айтып өттім ғой, біздің елде ол болмаған ұғым деп. Ал қазіргі статистика бойынша келсек, мен біраз келісем, бірақ та бұл пайыз. Бұдан да көп пе деп ойлаймын. Бұдан көп, өйткені бұл статистика деген өзіңіз жай білесіз, біреуі қатысады, біреуі өтірік айтуы мүмкін, шынайы бермеуі мүмкін. Сондықтан бұл статистика мен ойлаймын, 2-ге 3-ге көбейту керек деп ойлаймын. Жақсы, енді бүгін айтып жатырмыз ғой, емделу керек, былай емделуге болады, психологқа бару керек деп. Десе де, бұндай ойыншылардағы ең үлкен ой, мазалайтын проблема, ол қарыз сияқты. Қарызынан құтылмайынша, ол адамдардың емделуге баруы қаншалықты ұтымды деп ойлайсыздар? Қарызынан құтылмайынша дегенде, жаңағы міне сол құмар ойынына бейім болады ғой. Жаңа мына мемлекет қызметкерді айтып өтті. Мысалға, сол проблемаға жеткенше, жаңағы айтып жатыр ғой, алдын ала алу жұмыстары көбірек болу керек. Міне жаңа жасаған жобаларыңыздың проектларын бәрін мен өте құптаймын. Алдын ала болу керек, десе де қарыз болып кеткен адамдар. Қарыз болып кеткен адамның және Аман әріптесіміз айтты. Ол жаңағы созависимый деп айтамыз ғой. Сол үйдегі тәуелді адамдардың туыстары көмекке жүгіну керек. Міндетті түрде. Олар кәсіби мамандардың көмегінсіз шыға алмайды. Кәсіби мамандар жеңілдетеді сол жаңағы проблеманы. Жақсы тұра кетсем ол ма? Ол жаңа айтып жатсыз ғой, құтылмайынша ол ауруға жаңағы ем алмайды деп жатыр мысалға жағдай. Ойша сіздердің емделуіңізге кедергі келтірмей, мен қарызым бар. Соны қарызын тастап, соны ем алғаны, сол құтылған есеп болады. Жақсы. Телефон қоңырауына кезек бересейік, Аман аға, 1 минут. Алло, қайырлы күн. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Жақсы, айта беріңіз. Мен айтайын деген, қазір телефон арқылы. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, айта беріңіз. Телефон арқылы YouTube-қа кірсеңіз, әлеуметтік желілерге кірсең, реклама арқылы шығады. Соларға неге кейін салынбайды. Әлбек мырза. Әлеуметтік желілерде кино көрсек те, бағдарламаларды YouTube-тан қарап жатсақ та, жарнама қайта-қайта шыға береді, қалай тоқтатуға болады дейді. Оны тоқтату бойынша біраз жұмыстар жүргізілуде. Әрине, қазір бір онлайн казино болсын, басқа бір заңсыз ойын мекемесін жапсақ, үшеуі пайда болып жататын заман болып кетті. Ал бірақ та егерде нақты істелініп жатқан жұмыстар қарайтын болса, қаржылық мониторинг агенттігі тарапынан ақпараттық жүйелер жұмыс жасап жатыр. Тәулік бойы осы интернет кеңістігін мониторингтеп, одан кейін бұғаттауға жібереді. Жыл басынан бері 8,5 мың сайт бұғаттауға жіберілді. Оның ішінде заңсыз ойындардың белгілері бар. Заңсыз ойын нүктелері, заңсыз ойын ұйымдары сияқты сондай белгілері бар сайттар бұғатталып жатыр. Алдағы уақытта бұл жұмыс одан да қарқынды жүріп жатады. Онымен қоса елді ақпараттандыру шаралары да жүруде. Ал нақты техникаға келетін болса, жауабым осындай. Түсінікті. Жалпы айып етпеңізші, Зарина ханым, бізде жарнаманың уақыты екен, ал жарнамадан кейін бізді жарнама, яғни дәл сол ойынға қатысты жарнамадан қалай сақтау керек, өзіміз қалай сақтануымыз керек. Жалғастыратын боламыз, экраннан алыс кетпеңіз.
Детролекс – таблетки для облегчения симптомов острого геморроя. Благодаря технологии расщепления на микрочастицы, компоненты в составе Детролекс помогают уменьшить симптомы острого приступа геморроя. Детролекс – таблетки при остром приступе геморроя. Сервье. Встречайте новый вкус Рафаэлло Маракуйя. Хрустящая вафля с экзотическим кремом со вкусом маракуйи, цельный белый миндаль и воздушная кокосовая стружка. Рафаэлло Маракуйя. Невероятное экзотическое удовольствие. Терияки Кинг. Терриретен жапон соусы қосылған дәп-дәмді бургер. Тек Бургер Кингте. Есть заказ на рекламу. Семечки от Мартина. Идеи. Скажем, что они самые вкусные. Это и так все знают. Акцент на качество. Семечки от Мартина есть высокое качество. Получается, им не нужна реклама. Семечки от Мартина. В рекламе не нуждаются. Уговорил. Заказ отменили. Барлығы Олимбеттің бонус клубын жақсы көреді. Себебі біздің бонустарымыз өте жақында. Олардың дәмін татып көруге болады. Біздің бонустарды тіпті шешіп алуға болады. Біздің бонустарды қалтаға салып қоюға болады. Өйткені бұл шынайы ақша. Олимбет. Сүйікті клиенттеріміз үшін күзгі Каспий шыма. Қарашаның 4 мен 6-сы аралығында. Каспий KZ интернет дүкенінен және бүкіл еліміздегі дүкендерден тиімді сатып алу. Каспий шымаға 300 мыңнан астам дүкен мен 2,5 миллионнан астам тауар қатысады. Каспий KZ пен тиімді сатып алу. Плюс жазылымын тегін рәсімдеңізде. Яндекс.Го'дағы комфорт және одан жоғары тарифтерде сапарлар үшін балмен 10% кэшбэк алыңыз. Балды келесі сапарларға жұмсаңыз. Називин помогает при насморке. Називин активен с 25 секунды и помогает устранить заложенность носа до 12 часов. Називин. Не надо ждать, чтобы дышать. Colgate Total 12 сағат бойы неден қорғайды? А. Бактерия, Б. Мұз, В. Қант. Мен жауабын білемін. Дегенмен сарапшыдан сұрайық. Colgate Total ауыз қуысының ауруларының негізгі себебі бактериялармен күреседі. Велосипед бұл спорт, әсер алу және өткір сезім. Дүкенімізде әрқайсыңызға велосипед табылады. Ассортиментті кеңейту үшін біз Каспий Пейден бизнес-кредит алдық. Тура қосымшада 1 минутта онлайн алдық. Оңай. Біз тек десерт жасауға ғана емес, шын өнер туындысын жасауға тырыстық. Ол үшін кондитерлік дүкенге жабдық қажет болды. Сосын Каспий Пейден бизнес-кредит алдық. Кепілсіз және құжатсыз ыңғайлы. Мен үшін балалар бірінші орында. Сондықтан балалар тауар дүкенін аштым. Каспий Пейдің бизнес-кредитімен науқан қарсаңында, мысалы, сатылымымыз 2 есе өсетін Каспий жұманың қарсаңында тауар сатып аламыз. Кредит күнделікті сатқаннан түскен ақшадан өзі жабылып отырады. Бәрі оп-оңай. Қазақстан бойынша серіктестердің 350 мыңнан астам дүкені Каспий Пей мен бизнесін дамытып отыр. Каспий Пей, Каспий KZ-тің бизнеске арналған мобильді қосымшасы. Начинает болеть горло? Попробуйте Strepsils. Он воздействует на причину. Широкий спектр различных бактерий, вирусов и грибков, помогая бороться с болью при боли в горле и заложенности носа. Сила эфирных масел Strepsils с ментолом и эвкалиптом. Это чувство, когда болит горло. Ангина, фарингит, танзелит. Грамидин для лечения заболеваний горла. Для взрослых и детей. Якобс Монарх шуы біреуінде. Тәтті сүт тәмі бар табиғи дәндерден дайындалған, сублимацияланған. Якобс Монарх кофесі. Якобс хош иісі. Неважно, какой кашель – фарингит, ларингит, трахеит, бронхит. При острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. Для взрослых и детей с 3 лет. Рингалин может помочь устранить кашель. Әділетті Қазақстанда ауыл мен қала тұрмысы теңеседі. Ауылдың берекесі артса, елдің ырысы көбейеді. Біз ауылды өркендетуге күш саламыз. Игерусіз жатқан жерлер қайтарылып, ауыл шаруашылығы кооперативтерін құруға 1 триллион теңге бөлеміз. Жаңа 700 медициналық нысан саламыз. Ауыл шаруашылығында 350 мың жұмыс орнын ашамыз. Ауылды қолдау, ұлттың өзегін сақтау. Әділетті Қазақстанды бірге құрайық. Тікелей эфирдеміз, жалғастырамыз. Жарнама кезінде де қызу талқылап жатырмыз. Студия қонақтармен, сарапшылармен бұл мәселе расымен бүкіл елге үлкен бір дерт
кеселмен күресіп ақ жатырмыз. Кезінде барлық ірі қалалардағы қаптаған казинолар мен ойын автоматтарын жапқан болатынбыз. Оларды тек Қапшағай мен Бурабайға ашуға рұқсат берілді. Осы бизнеспен мұртын майлап отырғандар заңның солқылдақ тұсын тиімді пайдаланып, электронды лото клубтарын аша бастады. Шулап жүріп, оны да жаптық. Араға уақыт салып, тағы пайда бола берді. Бізде бірнеше жедел түсірілімнің жинағы бар. Экранға назар аударайықшы, содан кейін жалғастырамыз. Я көрдік, жаңа Талғат әріптесім Әлбек Мырзадан толық ақпаратты да алып өтті. Әлбек Мырза, айтыңызшы, менің жеке сұрағым, кез келген әлеуметтік желіні ашып қалсақ қазір, YouTube-та ашып қалсам, бір атауын айтпай қояйын, белгілі бір жарнама бар. Өзіңіз біліп тұрған шығарсыз. Соларды бір реттеп, қадағалап, жолын кесу мүмкін бе? Оны мен бағана айтып өттім, жаңағы студияға звондаған адамның қоңырауында арнайы кибернадзор, кибербақылау деген ақпараттық жүйе бар. Сол егерде осы жарнамада заңсыз ойын бизнесін, я болмаса қаржылық пирамиданың бір белгісі бар болса, бізге сигнал береді, біз сол арқылы оны бұғаттауға жібереміз. Жіберілген осы бұғатталған сайттардың саны қазіргі уақытта 8,5 мың сайт. Алайда бұл көп немесе аз деп, я жасадық деп шалқайып отырған ешкім жоқ. Жұмыс әлде жалғасып жатыр, әлде болады. Қазіргі видеоны қарап отырсақ, мен жыл басынан бері жалпы нені айтайын, 3,5 мыңнан астам түрлі компьютерлер, рулетка үстелдері, тағы басқа заттай ағақтар тәркіленіп, мемлекет пайдасына айналдырылды. Онымен қоса, енді мынадай оперативті видеолардың ішінде қолма-қол ақша болып жатады, алайда оларды ұстау өте қиын. Себебі бүгін бар, ертең жоқ, орындарын ауыстырып жатады. Орындарын ауыстыра ма? Одан кейін жалға алатын квартиралар болады, оның ішіне біреулерді кіргізіп, кіргізбейді, оның ішіне кіріп алу керек. Біздің жедел уәкілдеріміз барып, оны жаңа өзінің тәсілдері бар, қазір эфирде айтудың қажет жоқ. Алайда солай ішіне кіріп бар, сенімді клиенттермен ғана жұмыс істейтіндер де бар. Көрдіңіз ба? Сонда мына видеолардың ішінде, егерде біз 9 айдың ішінде қаншама миллиондаған, осы жерде отырғандардың өзі қаншама миллиондаған қарызы бар. Алайда біздің тәркілеп үлгергеніміз 7,200,000 ғана теңге қолма-қол ақша. Көрдіңіз ба? Сонда оларды ұстау да қиын, физикалық тұрғыдан. Яғни құмар ойынын ұйымдастырушылардың қулығы да көп дейсіз ғой? Ол да бар. Өйткені қазіргі уақытта техника, технология дамыған заманда бәрі дистанционны, оның бәрін анықтап өту керек. Әрине ақпараттық жүйелер жұмыс жасауда. Бірақ кейбір кездері, енді оны да біз міндетті түрде қосымша тағы да жасап жүйелендіру керек деген ойдамын. Лунара, енді рұқсат болса, жарнамаға дейін Зарина ханымның сөзін бөліп жіберген болатынбыз. Уәдемізде тұрып. Және сіздер статистика көрсеттіңіздер ғой, шетелде дамыған мемлекеттерде осындай деп. Бірақ бізде Қазақстанда жағдай басқашалау деп ойлаймын. Шетелде ойнау мәдениеті бөлек. Мысалы, қалтасында 10 миллион болса, оның 1-2 миллион салады, жай бір көңіл көтеру сияқты. Одан отбасы мүшелері зардап шекпейді. Ал Қазақстанда көп жағдайда күнкөріс көзі ретінде қолданады осы ойында. Ипотекамды жауып алайын деп едім, кредитімді жауып алайын деп едім, ата-анама бірдемені дәлдеп алайын деп едім деген сияқты себеп. Сонда екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Түсінікті. Рахмет. Естеріңізде болса, ақпан айында құмар ойнап құрдымға кеттім деген маңғыстаулық азамат лото букмекерлік орталығын өртеп жіберген еді. Оның айтуынша, осы бәс тігетін орынға 20 жыл бойы жегіліп, 200 миллионға дейін ақшасын салып жіберген екен. Видеосын бірге көрейік. Міне кетті лото өртенді. Бұл енді қалай болғанда да ішіндегі ойындары заңсыз. Жастардың миын улап, бар жиған терген осындайға салады. Ну, в общем, лотоның ішіндегі ойындар. Мынауың кино. Ал міне кетті ал.
Клубты өртемес бұрын алдын ала қызметкерлерге ескерту жасап, 36 жастағы жігіт басты талабы ойын орталықтарын жабу үшін осы әрекетке барып жатқанын көрсеткен еді. Бұл видео ғаламторды ғарыштық жылдамдықпен жайлады. Десе де анау айтқандай бір нәтиже жоқ сияқты көрінеді. Өйткені бұған дейін айтып өткеніміздей жасырын құмар ойын жасап жатқандардың қулығы да асып тасып жатыр. Осы орайда спорт сарапшыларынан сұрағымыз келіп отыр. Қалай күресу керек? Бұлай өртемей-ақ өзіне бір тосқауыл қою үшін спортқа деген махаббатты тежеу керек па? Не істеу керек? Енді қазір спортқа деген махаббат тежеу болғанда, қазір өзіңіз жақсы білесіз, бүкіл әлемде бүкіл атақты командалар болсын, бүкіл әлемді қойып өзіміздің бүкіл футбол, хоккей командаларының барлығы дәл осы букмекерлік компания демеуші. Олардың бәрі қаражат салады. Бұны сондықтан да сол тұрғыда ресми команда қаржыландырып отырған компаниялар олар ақша алады. Сондықтан да олардың өздері телевидениеге шығып кетті мысалы. Қазір жарнама ретінде әрбір телевидение мысалы жарнама ретінде сол букмекерлік компанияларды мысалы арқылы ақша келісімшартқа келгеннен кейін мысалы комментаторлық кезінде мысалы міндетті түрде ойынның басында, ортасында, аяғында айтып отырады мысалы. Осындай тігіс болады, осындай ой болады, осындай қойсаңыздар болады деп. Ресми телевидениеға кіріп кетті. Енді мысалы қазір Барыс командасы болсын, басқа футбол командаларының бәрінің букмекерлік компаниялар қаржыландырып отыр ғой. Оны тоқтату менің ойымша қазір. Әлбек мырза, енді сізге мынандай бір сауал қойғым келіп отыр. Видеода көрсеттік, өртеп барлығын жариялап жатыр деген сияқты. Десе де ешкімге айтпай, сіздердің орталыққа арнайы келіп, осы жерде осындай орын бар, олар осындай ойын ұйымдастырып жатыр, бірге жабайықшы деген өтініштер түсе ме? Қаншалықты көп егер түсіп жатса? Енді қазір нақты статистиканы айта алмаймын. Өйткені түрлі бағыттағы және түрлі мағынадағы қоңыраулар түсіп жатады. Алайда біздің бүкіл әлеуметтік желілерде, яғни қаржылық мониторинг агенттігі, түрлі желілерде, одан кейін экономикалық тергеу департаменті әр өңірде бар, келіп қосымша сенің телефондары бүкіл жерде жарияланған, звондап немесе былай келіп, жеке келіп хабар берсе, міндетті түрде сол сигналды қабылдап, әрқарай жұмысқа алатын боламыз. Азамат мен Саматқа сұрақ қойғым келіп жатыр. Сіздер осындай жасырын түрде ойын ұйымдастыратын жерлерді білдіңіздер, білген кезде хабарлауға ниет болды ма, немесе алдағы уақытта көріп біліп жатсаңыздар, жабуға қалай атсалысар едіңіздер? Рахмет сіз сұрағыңызға. Жаңағы мен негізі қазіргі именно осы ойын деген жаңағы атауды жабуға атсалысушы едім, өйткені жоғары жақтан көмек болса деген. Өйткені мен қазір бүкіл ата-ананың несін айтайын, жаңағы сөзі осы букмекерский контора мен казиноны жабу бүкілі қазір қолдайды, өйткені менің сөзімді. Сол кісіні мысалға жоғары жақтан бізде көмек болмайды, өйткені бұл кісілер білмеймін, заңсыз дейді, заңды дейді. Ол заңсыз болып есептеледі ойын деген. Ол өйткені біздің Қазақстанда бұрынғы дәстүрмен айтайық, бұрынғы дәстүрде болмаған бұл ойын деген нәрсе атауымызбен. Мен қазір атсалысалам, өйткені толықтай жабуға. Мен баста осы ойын ойнап жүрген кезде, ұтылған кезде, миыма барып тиген кезде мен жабуға атсалысқам. Өйткені қолымыздан келмейді деп көп айтады, көп ұстағылар. Көп рахмет, Азамат. Менің құлағымда құлаққапқа бір секундта тыным болып жатқан жоқ. Тілшілеріміздің айтуынша бізге осы тақырыпқа қатысты хабарлама жолдап жатқандар көп екен. Олардың дәл қазір осы сәтте 80% Аман аға басқарып отырған көмек орталығына қалай барсақ болады, қалай хабарлассақ деген сұрақтар жаңбырша жауап жатыр екен. Шағын жарнамадан соң жауап береміз. Бізбен бірге болыңыздар, экраннан алыстамаңыз. Сигнал получен. Гиптрал. Гиптрал показан для улучшения и поддержания функций печени и поможет справиться с повышенной утомляемостью. Эффект ощущается через 7-14 дней. От печени сигнал. Работа для Гиптрал. Новый Herbal Essence сотрудничает с Королевским ботаническим садом Кью в Лондоне. 90% натуральных ингредиентов. Все для восстановления натуральной красоты волос. Я верю только в это, любовь спасет мир. А Herbal Essences спасет красоту твоих волос. Тамақты не дәмді ететінін сен білесің. Пепси. Ас күшті болсын.
Жуылуы қиын кірлі ыдыс жуғыш машина үшін менде Fairy Platinum Plus капсулалары бар. Олар жуылуы ең қиын кірлі ыдысты бір жуғаннан ақ тазалайды. Жібітеді, әрекет етеді, мұнтаздай тазалық орнатады. Жарқыраған жұмыс. Fairy Platinum Plus. Тамақты не дәмді ететінін сен білесің. Пепси. Ас күшті болсын. Эссенциали Forte N помогает печени похудеть, уменьшая количество жира в ее клетках. Пусть к вам возвращается энергия и радость жизни. Эссенциали Forte N. Любите жизнь всей печенью. Когда я мыла полы только водой и вода оставалась чистой, я думала, что и пол тоже чистый и безопасный для детей. Но испытание белыми носочками пол не прошел. Тогда я добавила 2 колпачка Мистер Пропер в ведро, и вот сколько грязи он собрал, а вода не смогла. Проверено белыми носочками. 100% чистый пол без смывания. Мистер Пропер. Спортмастер представляет Норсден. Австрийские технологии для надежной защиты от холода. Покупайте в магазинах и на сайте sportmaster.com. Бауырдың саулығы толық өмірдің кепілі. Бірақ ол әрдайым зиянды әдеттерден, алкогольден, ұзақ уақыт дәрілік заттарды қабылдаудан зардап шегеді. Карсил бауырды токсиндерден қорғайды және оны қалпына келтіреді. Карсил бауырыңызды қорғау үшін. Қанша? Үйім осы жерден көрініп тұр ғой. Телефоныңызға шуламбаңыз. Индрайв жүктеп алыңыз. Және жүргізушімен әділ бағаға келсіңіз. Сен құтқарушымсың. Индрайв. Адамдар басқарады. Эргоферон вирустық инфекцияларды емдеуге арналған. Эргоферон ЖРВИ және тұмау кезінде көмектесе алады. Тұмау, ЖРВИ, мезгіл, эргоферон отбасын бүкіл. Наши фрукты созрели на солнце и наполнились солнечным витамином. В каждом стакане нектара солнечный 30% суточной нормы витамина D. Когда вся семья здорова, каждый день праздник. Нектар солнечный. Польза солнца в каждом стакане. Печень все время работает. Иногда и ей нужна помощь. Сигнал получен. Гиптрал. Гиптрал показан для улучшения и поддержания функций печени и поможет справиться с повышенной утомляемостью. Эффект ощущается через 7-14 дней и сохраняется при дальнейшем применении. От печени сигнал. Работа для Гиптрал. Йогурты Данон сделаны правильно, сохраняя пользу живых бактерий и натуральные кусочки фруктов, содержат кальций и полноценный белок. Данон. Выбери правильный йогурт. Біз әртүрліміз. Бірақ баршамызға ортақ бір нәрсе бар. Бәріміз шай ішкенді, оның хош иісін жақсы көреміз. Ахмат шайы жүрегіміздің жылуы. Етікен, ендеше бізге алмада жасалған дада керек. Өткені онда дәмді жемістермен. Дәрумендердің пайдасы жақсы үйлескен. Тамаша! Қуанышты жұма! Ерекше күнге дайынсың ба? Не? Бұл Пеперо күні ғой. Пеперо бізді біріктіреді. Мынау саған. Пеперо. Бірге сәлем деп айт. Ты знаешь, что делает еду вкуснее. Пепси. Ас күшті болсын. Сироп Ингаверин помогает бороться с разными вирусами гриппа и ОРВИ. Ингаверин. Будьте здоровы. Теперь и для детей с 3 лет. Кез келген сабын жууға арналған. Иә, бірақ Протекс жуып қана қоймайды. Зығырмай бар жаңа формула бактериялардың 99,9%-нан қорғап, терінің бактериялармен табиғи жолмен күресу мүмкіндігін 10 есе күшейтеді. Протекс өз денсаулығыңды қорға. Бұл Кагацел дәрілік препаратының жарнамасы. Кагацел ересектер мен 3 жастан асқан балаларды тұмау мен ЖРВИ-дан емдеуге қолданылады. Әсері болу үшін Кагацелді алғашқы тұмау белгілері байқалған сәттен бастап, сондай-ақ аурудың 4-ші күннен кешіктірмей қолдануға болады. Кагацел тұмау мен ЖРВИ-ға қарсы жұмыс істейді. Сіздің қалаңыздың дәріханаларында. Ең жайлы маусым Каспий KZ-тегі дүкенде. Жылы киім мен аяқ киім. Жамылғы мен жастықтар, жылытқыш. Және қысқы дөңгелек сатып алыңыз. Тауарды тегін жеткізу қызметімен құнын бөліп төлеп сатып алыңыз.
Каспий KZ – Казахстандағы номер 1 интернет-дүкен. Противовирусный препарат Амизон действует на грипп и ОРВИ. Амизон – противовирусное, иммуномодулирующее и противовоспалительное средство. От гриппа и ОРВИ – Амизон. Что ни день на руках микробы опять. Что же делать? Срочно Сейфгард взять. Намылить тщательно, смыть основательно. Победа на всех фронтах. Наше здоровье в наших руках. Сейфгард. Ежедневная защита от микробов. Это реклама лекарственного препарата Кагацел. Кагацел применяется у взрослых и детей от 3 лет для лечения гриппа и других ОРВИ. Для достижения эффекта Кагацел можно применять как с первых симптомов, так и не позднее 4-го дня от начала заболевания. Кагацел работает против гриппа и ОРВИ. В аптеках вашего города. Ага, курочка. Нам нужен ягодный морс. Правильно, он сочетает вкусные фрукты и пользу витаминов. Новый миф – это целый новый мир, где белье сияет чистотой. Сюрприз! Новый миф Аквапудра с улучшенной формулой удаления сложных пятен для белоснежной чистоты и морозной свежести. Свежесть белья – заслуга моя. Тамақтың қатты ауруының өз кемшіліктері бар. Сен өмір рахатын сезінбей қаласың, әрі толыққанды жұмыс істей алмайсың. Танфлекс Плюс кемшілікті артықшылыққа айналдырады. Танфлекс Плюс құрамында тамақ ауруын жеңілдететін және бактериялармен күресетін 2 компонент бар. Танфлекс Плюс – тамақ ауруын басу. С чем борется Colgate Total на протяжении 12 часов? А. Бактерии. Б. Лед. Или же В. Сахар. Я знаю, но давайте спросим у эксперта. Colgate Total борется с бактериями. Основной причиной многих проблем – полость рта. Шіркін, қазір дәмді бірдеңе болса ғой, және шоколадпен. Немесе нәзік ваниль дамымен. Демалысқа бармағалы көп бопты. Мүмкін кокоспен? Менде әрқайсыңа дәм бар. Шоколад, ваниль немесе кокос. Бүкіл отбасы үшін керемет дәм. Қалай екен? Керемет дәмді. Біздің жақсы көретін чудо. Балалар үшін кішкентай нәрсенің маңызы өте зор. Сүт салмасы қосылған жеңіл шоколад арнайы балалар үшін жасалған. Киндер шоколад кішкентай нәрсенің өзі маңызды. Киндер шоколад қаптамасындағы QR-кодты сканерлеңіз және бүкіл әлемді саяхаттаңыз. Для лечения цистита фитолизин. Фитолизин в форме пасты поможет в комплексной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. Фитолизин – ответный удар по циститу. Санто. Құмар ойынның құрығы тым тереңдеп бара жатқанын айттық. Қармағына түссең сытылып шығу оңай емес. Көпшілігіміз бәс тігуді ермек, спортқа жанкүйерлік санаймыз. Салғат, бірақ көпшілігі санасын уланып жатқанын және улап бара жатқан бұл ойындардың сезінбейді, мойындамайды. Көптеген мамандардың пікірлерін естідік. Қазір Айбек мырза мен Самат мырзаға сөз бергім келіп тұр. Қысқа ғана жаңа жарнама кезінде де айттыңыз. Негізі бұл тақырып мүлдем букмекерлік сіздің салаңызға ешқандай қатысы жоқ. Иә, мына жерде Самат екеуміз шынымен сыймай отырмыз да мына тақырыптың аузына. Себебі менің пікірім, бұл құмар ойын, бұл автомат, казино дегенмен букмекерлік контораның тақырыбы, бұл екеуі бір-біріне қарама-қайшы ұғым. Себебі букмекерлік контора бұл бүкіл әлемде бар. Заңды кәдімгі жұмыс жасап отыр. Сені ешкім алдамайды. Мысалға Реал деген команда бар ма? Бар. Барселона деген команда бар ма? Бар. Қай ұстат деп ойлайсың, өзің пікіріңді айтасың, болды. Ал казинода қалай, сенің қандай сан шығады саған, бір жынға сенесің ғой, шынымен тылсым күшке сенесің. Айырмашылығы сода дейсіз, бұл жақсы. Бұл адамда бір жауапкершіліктің жоқтығынан болады деп ойлаймын. Әйтпесе ол жаңағы орталық болсын, психолог болсын, ода емес, адам өзінде аузы күйген үрлеп ішеді деген болу керек қой. Аузы күйді ма баланың, ол қайтадан үрлеп ішеді. Міне сен соны түсінбесең, қайта-қайта барып аузыңды күйдіре берсең, жандыра берсең, сен ол жаңағы казиноны жап, жаңағы автоматты жап, ол адам бәрібір табады ол. Рахмет, Айбек мырза. Самат мырза, бұл оймен пікіріңіз ортақ екенін біліп тұрмыз, бірақ сөзді беруге өкінішке орай уақыт жетіспей тұр. Бастысы көрермендерге пайдалы болсын. Аман мырза, өзіңіз айтыңызшы, қай жерге орталыққа бару керек, қалай емделу керек? Отбасыларға көмектесейік. Құрметті ата-аналар, жерлестер,
кімге көмек керек, осы игромания туралы, басқа тәулік туралы келіңіздер. Біз Абай 95/1, сол жерде біздің орталығымыз офисі тұр. Келіңіздер, көмектесеміз. Қандай көмек керек? Телефон. Сайт бар, номер бар, бәрі береміз. Айтып өтсеңіз болады қазір. 837-41-11 хабарласаңыздар. Керемет, рахмет. Азамат мырза, өзіңіз енді кейіпкер ретінде аяқтасаңыз, қысқа ғана бір сөйлем. Мен осы сәтті пайдаланып ата-аналарға айтарым, бұл дерт емделеді, бұл індет емделеді, емделусіз болмайды емес, болады. Сіздердің самый главный өздеріңіздің ниеттеріңіз тура болса, және де балаға деген сенімдеріңіз нық болса болды. Түсінікті. Сонымен қатар көмек орталығына хабарласудың нөмірін жазып үлгермей қалған көрермен болса, аталмыш бағдарлама YouTube-та бар. Сайттар жазаны қайталын көруге болады. Келген сарапшыларға көп рахмет айтамыз. Уақыт бөліп келгеніңізге. Бұл мәселе шешіледі деген ойдамыз. Егер сіздің өзіңіздің ақпаратыңыз, оқиғаңыз болса, біздің продюсерлерге хабарласыңыздар, экранда көрсетілген номер бойынша. Ертеңге дейін сау болыңыздар. Амандықта жүздесейік.